Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бауырдан жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады, үйде жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен 500 грамм бауырдың етін осылай турап аламыз. Блендердің көмегімен осылай езіп аламыз. Егер де үйлеріңізде блендер болмаса, мясировкамен де өткізуге болады, бірақ одан бауыр түйіршіктер қалып қояды. Мүмкіндігінше блендерден өткізсеңіздер барлығы бірдей тегіс езіліп шығады. Бауырды асықпай барынша осылай тексеріп езіп аламыз. Ал енді 2 жұмыртқамызды және де 1 стакан сүтімізді құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұзды салып, тағы да араластырып аламыз. Сұйық массаны толық араластырып болғаннан кейін үстіне 1 стакан ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұн толығымен араласқаннан кейін үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған орташа оттағы сковородкамызға жақсылап майды жағып болғаннан кейін үстіне бауырды құйып жұқалап пісіріп аламыз. Кәдімгі үйде пісіріп жүрген құймақ сияқты екі бетін де жақсылап пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің бауырдан жасалған құймақтарымыз осымен дайын, өте жұмсақ болып шықты. Ал енді арасына жағылатын начинкаларын дайындаймыз. Начинкасын дайындау үшін сковородкамызды қыздырып, үстіне сұйық майымызды аздап құйып, пиязымызды ұсақтап турап, жақсылап қуырып аламыз. Бізге 2 үлкен пияз жеткілікті. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде осылай терканың көмегімен 2 үлкен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Пиязымыз толық қуырылып болғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қуырамыз. Осылай газдан алыстап кетпей араластырып тұрыңыздар. Сәбіз бен пияз күйіп кетпесін. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышымызды қосамыз. Тортымыздың начинкасы пісіп жатқан кезде 2 жұмыртқамызды суға қайнатып аламыз. 2 жұмыртқаны біз торттың бетіне әсемдік үшін үккіштен өткізіп саламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Сковородкадан бөлек ыдысқа саламыз ертерек суы үшін. Майонездің үстіне 1 немесе 2 бас чесногымызды осылай сығып саламыз. Чеснок пен майонезді жақсылап араластырамыз. Дәл осы салманы біз торттың арасына жағып шығамыз. Ал енді тортымызды жинақтаймыз. Бауырдан жасалған әр корждың арасына осылай майонезді жағып шығамыз. Одан кейін суға начинкамыздан жағып, осылай тортымызды жинақтаймыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Видеомыз соңына дейін көріңіздер.
Өз қалауларыңызша әсемдік үшін укропты ұсақтап турасаңыздар да болады. Егер ұнатпасаңыздар, осылай бір тал укропты үстіне қойсаңыздар, торттарыңызға сән береді. 2 сағаттай холодильникке қойып, содан кейін барып